Достар, бұл сіз білесіз бе айдар? Мен бүгін сіздерге сиыр туралы қызықты ақпараттар айтамын. Айтпақшы, біздің парақшаға тіркелуді ұмытпаңыз. Далакемп парақшасында мен мал шаруашылығына қатысты маңызды ақпараттармен бөлісемін. Ендеше бастайық. Сиыр тура адам баласы сияқты өз атына үйреніп алатынын білетін бе едіңіз? Есіңізде шығар, бала күнде әр сиырдың өз аты болатын. Сиырларды атымен шақырса, мөңіреп жауап қайтарады. Тіпті шақырсаң келеді. Тексеріп көріңіз. Әр сиырдың бұрын өзі адамның саусақ ізі секілді әртүрлі болады. Олар бір-біріне мүлде ұқсамайтын һәм қайталанбайтын көрінеді. Демек, сізді бір сиыр тұмсығын тигізіп ескек кетсе, кінәлі сиырды экспертиза арқылы бірден оп-оңай анықтауға болады деген сөз. Бір сиыр күніне 100 литрге дейін су ішетінін сіз білген жоқсыз ғой. Мойындаңызшы. Достар, 100 литр дегеніміз бұл үлкен ванна сияқты, немесе мынадай бөшкемен бірдей. Енді 100 литрді бірден іше қоймас сиыр, бірақ бір тәулікте осынша мөлшерде тауысатын көрінеді. Ал сіз күніне қанша литр су ішесіз? Сиыр күніне 8 сағат ас шөп жейді, 8 сағат күйіс қайтарады. Демек, 16 сағат бойы ас қорытады екен. Ал 1 килограмм етті өндіру үшін сиырға 6-7 килограмм жем шөп жеу керек екен. Достар, мен айтпаған сиыр жайлы қандай қызықты ақпараттар білесіздер? Пікірде жаза кетіңіздер. Ал мен сіздерге мынадай сұрақ қойғым келіп тұр. Қандай малдың үстіңгі жағында мүлде тіс болмайды? Кім табар екен? Жауабын пікірге жазуды ұмытпаңыздар. Сиыр жайлы қызықты ақпаратты әрі қарай растайтын достарыңызға жіберіңіздер.